жұрт жаңағыдай бұл сериалдарды көреді, біреулер мақтайды, біреулер даттайды. Бірақ бұл кез кішкене өзгеше еді. Себебі сахнаға екінші басты кейіпкер шығады. Оның есімі Құдайберген Бексұлтанов. Бір суббота немесе воскресенье кешінде скучнуп кетті ма, әлде бос уақыты көбейіп кетті ма, ютубқа кіріп бір қазақстандық сериал қарадау деймін. Ондағы боғауыздарды көріп, жалпы жағдайды көріп, төбе шаш тіктіріп, жиналыс залына жүгіріп, мына сөздерді айтқан еді. Хамство, низменность, пошлость через фильмы. И так у нас в соцсетях кишит все это. А мы еще ставим такие фильмы. Поэтому хотел бы знать, а есть ли бюджетное финансирование на эти фильмы? Если есть, это вообще катастрофа. Как же так? Қазір қандай фильмдерді қарап жүр біздің жастар? Вот, пожалуйста, Саке, Паке, прокурор, Қара-қарға, 105-ші мектеп. Жасөспірімдер, екі сөздің бірі боғауыз. Біз қайда барамыз? Президенттің алаңдаған бәріміз естідік қой осы жолдауында. Не болып барады? Ерді, әйелді, жасты, үлкенді, екі сөздің бірі боғауыз. Кішкентай бала және тілшік береді, боғауыз айтқызады да, соны салып басып қояды. Ол не сұмдық? Қайда болған қазақтардың осындай тәртібінде? Мұндай мәселе болмаған ғой. Сондықтан осыған жауап беріңіздерші. Осы бүгін біз не істеуіміз керек тағы да? Рахмет. Жақсы, жиналысқа шығып айтарын айтты да, содан кейін не болды дейсіңдер ғой? Это просто тупость вселенского масштаба. Яғни не болғанын Рүстем Омаров өзі айтып кетсін.